Ассалаумағалейкумдар, әлеуметтік желі қолданушылар. Менің айтайын дегенім, мынау энергетик сусындар, Горилла, Дизи, тағы да небір энергетик сусындар бар ғой. Ағайындылар, ішпеңіздер шоны. Өте қауіпсі көп екен. Мынау сахарға алып келетін нәрсесі, және де бауыр серозы болатын, асқазанды құртатын. Кейін мынау менде өзі бірінші топ мүгедекпін да, мен де көп ішетін едім. Әлде де сол ішіп жүргенім ғой. Аяғымда бірінші топ мүгедекпін, аяғымда жара шыққан, кесілген жерді жазылмайды 2 жылдан бері. Соны себебін кеше сөйлесіп отырып, жаңа врачпен сөйлессем, энергетик ішесіз ба дейді. Ішемін энергетик дедім. Жазылмай жатқан себебі жараның сүйектердің босауы, мынау қуық безіне алып келетін жаңағы нелердің барлығы, аурудың барлығы осы энергетиктерден дейді. Әзір қай-қайсымыз болса да барамыз да магазиннен барып, мұзда энергетик ішкенді жақсы көреміз ғой. Соның барлығы небір ауруға әкеледі екен. Бірінші ауру асқазан бұзылуы, бауыр кетуі, мынау сахары бар адамдарға қосымша болуы, қуық безі. Кейін мендегі жаңа көрсетейін дегенім, мынау аяғымда 2 жылдан бері жара бар да жазылмайды. Не істемедім о жараға? Тур мынандай жағдай болып кеткен аяғым. Жазылмай жатқан себебі осыдан екен. Кейін естіп та жатсыздар ғой, энергетиктен күніге адамдар жүрек тоқтап қалып жатыр, жаңа бауырдар жіберіп жатыр, асқазан ішектері жара болып кетіп жатыр. Соның барлығы энергетиктер деген. Ағайындылар, энергетикті ләжі барынша ішпеуге әрекет жасайықшы. Оның орнына табиғи әшейін газдалмаған су, сондайларды ішу керек. Осы баяғыда осындай энергетиктер ештеңе жоқ кезде денсаулығымыз мықты болатын. Баяғы жаңағы 90-шы жылғы, 80-шы жылғы кездерде адамдардың бәрі мықты болған ғой. Қазір жастарымыздың бәрі слабый болып баратқан да осы энергетиктердің кесірінен екен. Ағайындылар, ішпеңіздер. Енді мен жаңағыдай аяғым жоқ, рөлде жүрем. Сонымен рөлде жүріп, аяғы бар адамдар сияқты түсіп шығып жүре алмаған екен, жаңа машинада отырам, ерігем, зерігем. Сонымен отырып